Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода мен сіздерге кірпік жапсыру кезінде, яғни наращивание ресниц жасаған кезде пайдаланатын материалдармен таныстыратын боламын. Бұл видео кірпікті енді жапсырып бастап жүрген лешмейкерлерге арналады. Көп қаражат жұмсамай, кірпік жапсыруға арналған қандай құралдарды алу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Туындаған сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Егер сіз әлі маған тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік. Бұл бізде майсыздандырғыш, яғни обезжириватель деп аталады. Менде бұл Lovely деген фирманыкі, шиенің иісімен 15 мл. Артында құрамын, шығарылған мерзімін қарап көрсеңіз болады. Бұл да майсыздандырғыш деп аталады. Бұның көлемі үлкенірек, алдыңғыдан қарағанда бағасы да арзанырақ болады. Егер де сіз енді бастап жүрген мастер болсаңыз, осыны алуға кеңес етемін. Бұл бізде ватные палочки деп аталады. Жаңағы обезжиривателімізді осыған жағып, кірпікті тазалап сүртуге пайдаланамыз. Бұны өз қалауыңыз бойынша таңдасаңыз болады. Бұл бізде гидрогелевые патчи деп аталады. Астыңғы кірпікті үстіңгі кірпіктен ажыратып тұруға арналған зат. Бұның да бірнеше түрлері болады. Жұмыс істеу барысында өзіңізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдап аласыз. Бұл затты көзіміздің астыңғы кірпіктерінің үстіне орналастырамыз. Бұл бізде планшет деп аталады. Жұмыс барысында кірпігімізді осының үстіне қоямыз. Бұл жерде 7-ден 15-ке дейін номер көрсетілген, яғни кірпіктің ұзындығын білдіреді. Егер сізде планшет жоқ болса, кірпікті қолымыздың сыртқы жағына жабыстырып та жұмысты жасай берсек болады. Бұл кірпіктерді тарауға арналған щетка. Кірпікті жалғау кезінде әр клиентке жеке щетка пайдаланамыз. Бұл бізде микробраш деп аталады. Бұл да бізге жұмыс барысында қажет болады. Бұны біз жасанды кірпікті шешу кезінде пайдаланамыз. Сыртқы қағазында неше штук бар екені көрсетілген. Бұл силиконовый және бумажный скотч деп аталады. Бумажный скотчты жаңағы гидрогелевый патчидің орнына пайдалансаңыз болады, яғни астыңғы кірпікті үстіңгі кірпіктен ажыратып тұруға арналған. Бұл силиконды скотчты кірпіктеріміз анық көрініп тұру үшін қабақтың үстіне жабыстыруға арналған зат. Екі скотчтың бір-бірінен айырмашылығы бар, түсінде де, құрамында да. Анық көріну үшін сіздерге жақындатып көрсетейін. Бұл лешмейкердің ең басты құралы пинцет деп аталады. Бұл острый пинцет, жасанды кірпікті жабыстыру үшін өзіміздің кірпікті ажыратуға арналған. Бұның бас жағы өткір және үшкір болуы керек. Ал бұл пинцет топорик деп аталады. Ол объем жасауға арналған пинцет. Мастердің басты құралы болғандықтан, пинцетті сатып алмас бұрын жақсылап таңдаған дұрыс. Бұл да острый пинцет деп аталады. Бұл алдыңғы көрсеткен пинцеттен қарағанда арзанырақ тұрады. Сапасы да жаман емес, бастапқыда осыны пайдалана берсеңіз болады. Бұл пинцетті салуға арналған қорап. Пинцетіңізді міндетті түрде осындай қорапта сақтаңыз. Пинцетті өте абайлап күтіп ұстаймыз, себебі бір рет қолыңыздан құлап кетсе, ол жұмысқа жарамсыз болып қалуы мүмкін. Егер сіз кірпікті енді жабыстырып үйреніп жүрсеңіз, осы кірпікті алуға кеңес беремін. Бұның бағасы қолжетімді және сапасы да жақсы.
Кірпіктің С және Д изгиптері болады, ол кірпіктің қорабының төменгі бөлігінде көрсетіліп жазылады. Бұл менде 1/11 және 1/12 ұзындықтағы кірпіктер. Микс кірпіктер де болады, оның ішінде 7-ден 15-ге дейінгі ұзындықтағы кірпіктер орналасқан. Міне сіздерге көрсететін болсам, сыртында микс деп жазылып тұр, ішінде 7 мм-ден 15 мм-ге дейінгі кірпіктер орналасқан. Бұл фирманың қоңыр түсті кірпіктері де бар. Міне мысалыға сыртында микс деп жазылған, яғни ішінде 7-ден 15-ге дейінгі ұзындықта кірпіктер орналасқан. Қазіргі таңда қоңыр түсті кірпіктер өте көп сұранысқа ие. Кірпікті сатып аларда оның жұмсақтығына мән беріңіз. Бұл клей менде Lovely фирмасының Marvel деп аталатын клейі 5 мл. Артқы жағында кірпікті ашқан уақытыңызды жазып қоятын жері болады. Құрамын қарап оқып көрсеңіз болады, және де клейдің кебу жылдамдығы көрсетілген. Мендегі клейдің кебу жылдамдығы 1 секунд деп жазылып тұр. Клейді таңдағанда өте сапалысын алыңыз, себебі жасанды кірпіктің ұзақ тұруы осы клейге байланысты. Бұл бізде кремовый ремувер деп аталады, жасанды кірпікті шешуге арналған зат. Бастапқыда осы кремовый ремуверді алуға кеңес етемін, себебі ол көзге ағып кетіп, ашытып, ыңғайсыздық туғызбайды. Осы аталған заттардың барлығы наращивание жасаған кезде қажет болады. Алдағы уақытта әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын боламын. Жаңа видео күтіңіздер.